Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге Әсел Жұмабекқызы. Мен сіздерге бүгін дайындалу оңай әрі тез, құрамына көп зат қажет етпейтін қытырлақ чебуректің рецептісін ұсынамын. Видеоны қарамас бұрын каналыма қосылуды ұмытпа. Толық рецепт құрамын видеоның астында қалдырамын. Ең алдымен ыстық суға тұз, сұйық майымызды қосып араластырып, електен өткізілген ұнға құйып, қамыр илей бастаймыз. Қамырымыз жинақталғаннан кейін оны 10-15 минутқа тындырып қоямыз. Оған дейін салмасын дайындаймыз. Ол үшін пиязды ұсақтап турап, фаршымызға қосып, татымына қарай тұз, қара бұрыш қосып, бір ас қасық су құйып араластырамыз. Видеода көрсетілгендей қажетті формада қамырымызды кесіп аламыз және чебуректер жасай бастаймыз. Назарларыңызға үлкен рахмет. Егер видео ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыра кетіңіз. Астарыңыз дәмді болсын.